Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері Петропавл қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі директорының орынбасары, қалалық мәслихаттың 6-шы шақырылымында депутаттық мандатқа ие болған Данияр Серікұлы Уәлиев. Балалық шағынан ұстаздар отбасында өскен Данияр Серікұлы мамандық таңдауда жаңылысқан жоқ. Мектеп бітірген соң Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің физика мамандығы бойынша білім алып, оны тәмамдаған соң қалалық классикалық гимназияда еңбек жолын бастайды. Жастайынан ізденімпаз, жауапкершілігі жоғары азамат, қандай істі бастаса да жемісті жобаларға айналдыра алды. Осындай қасиеттерінің арқасында қызмет баспалдақтарынан көтеріле бастады. Мен Данияр Серікұлын алғашқы еңбек жолын бастағаннан бастап білем. Ең бірінші Данияр Серікұлының бір тұлғасындағы ұстаздық қызметіндегі жалпы азамат ретіндегі ерекшелігін атап кеткім келеді. Біріншіден Данияр осы еңбек жолын алғашқы бастаған жылдардан бастап біздің білім саласында енгізіліп жатқан бүкіл инновациялық процестерге өте еркін кіріп кетті. Және екіншіден Данияр үнемі ізденісте болады, және осы қандай ғана жаңалықтың болмасын ортасында жүретте, осы жастарды, оқушыларды өзінің соңынан ертіп, әрбір жаңашылдыққа қарай, әсіресе ғылыми жолға, ізденістерге үнемі бастап жүретін өте шығармашыл, өте танымал ұстаз деп мен айтқым келеді. Сонымен бірге Данияр Серікұлы классикалық гимназияда қызмет етіп жүрген кезде өнерге де өзінің ықпалы бар, өнерге деген ыңғайы бар. Сол балаларды тағы осы жағынан тәрбиелеп, көңілді тапқырлар клубын ашып, балаларды осы салада да біраз жетістіктерге жеткізген болатын. Енді менің ойымша Данияр Серікұлы сияқты осындай озық ойлы, инновацияға құштар, шығармашыл да өте жауапты мұғалімдер біздің Назарбаев зияткерлік мектебінде істегені өте жақсы құба-құп дүние мәселе. Себебі біздің мектептің өзінің балаларын берген ата-аналар дәл осы Данияр Серікұлы сияқты ұстаздардың оқытқанын қалайды. Данияр Серікұлы сияқты өзі жеке басы да шығармашыл, жеке басы да ізденгіш және ғылымға, инновацияға құштар болғандықтан ол оқушыларды да соңынан ертіп осындай үлкен жетістіктерге жеткізе алады деп ойлаймын. Осыдан 3 жыл бұрын халықтың көп дауысын жинап, жерлестерінің сеніміне ие болып, бүгіндері сол үлкен міндетті абыроймен атқаруда. Депутат деген қандай ұғым, мақтаныш па, мансап па деген сұрағыма Данияр Серікұлы халықтың жанашырына айналу дейді. Енді халықтың қалауы дейді ғой, бұны студенттік өмірден айтуға болады. Бар армандардың бірі болды. Осындай бір қалалық деңгей болсын, облыстық деңгей болсын, осы бір жүкті көтеріп көру. Ол кезде әрине жас болдым. Кейіннен осындай бір мүмкіндік туды. 10 жылдан артық жұмыс, қызмет еткеннен кейін осы мүмкіндікті қолданайын деп өз бағымды сынап көрдім. Және де міне бүгінгі таңда осы қалалық мәслихаттың депутаты болып отырмын. Негізі өзіме ұнайды бұл жұмыс, себебі қала деңгейінде қандай бүгінгі таңда өзекті мәселелері бар екенін хабардарсың. Және де ертеде тек өз жанұяң, өзіңнің жұмысыңның төңірегінде ойласаң, осы депутаттық жұмыс арқасында қала деңгейінде ойлап, және де өзіңнің ақпаратты жағынан да жалпы осы әкімшіліктің жұмысында түсінуге өте бір жақсы бір қала әкімшілігінің жұмысын көріп, өте бір тәжірибе болып жатыр мен үшін. Әрине алда расулар көп деп ойлаймын. Әрине депутаттық істі жүргізгенде жұмыста параллель, өзінің қызмет бабымен де, және де осы өзіңді сайлаған халықтың сұрақтарында көтеру, алып жүру керек. Сондықтан да солыңызмен де қызық шығар деп ойлаймын. Тағы да қосатын, бұл өзіңе бір қайрат береді, өзіңе бір өмірдік бір мәннің бірі бола ма, бір мақсат орындалды деген сияқты. Яғни осы өмірді тек қана өзі үшін емес, және де осындай мүмкіндік туып отыр Петропавл қаласына қызмет ету деген. Депутат болғанда қаншама бір мәселелердің
сұрақтардың күрделілігін көрдік та. Қандай проблемалар бар, мысалға өмірлік тәжірибеде кездеспеген сұрақтар болып жатады. Сайлаушылар келеді ғой, сонда не болмаса бір сала бағытында сұрақ болады, біз ол компетентный емеспіз ғой, бірақ сол сұрақты шеше отыра, сол сұрақты қарастыра отыра, өзімізді бір саланың деңгейінде өзіміз біраз ақпарат алып қаламыз. Көп салалы, сонда газ болсын, жаңа коммуникация болсын, жарық болсын, сондағы детальдарды, нюанстарды мысалға біле бермейміз, бірақ осы сұрақтармен айналыса келе, оны тәжірибе жинақтаудың арқасында уже үйрене береді екенсіз. Данияр Серікұлының қабылдауына келген әрбір сайлаушы көкейтесті мәселелерін жеткізіп, мағыналы жауап алады. Көктем жақындаған сайын сайлаушыларды толғандыратын көктемгі су тасқыны, жол мәселесі. Мен сайланған округым 19-ші округ, ол жұмысшы кенті. Екіден бірі сұрағы ол жаңағы көше бойынша, яғни тас төсеу, не болмаса асфальт төсеу, сондай сұрақтар болып келеді көбінесе. Әрине ондай сұрақтар өте күрделі шешу, дегенмен де біз өзіміз тарапынан қалалық тұрғын коммуналдық органдарына барып өзіміздің сұрағымызды қойып, сол жердегі мәселені көтеріп, бөлінген қаржыдан, яғни сол тас жолдарға, сол көшелерге тас төсеуге бағыттай аламыз. Саламатсыз ба? Сізге келіп отқан бір сұрағым бар. Жұмысшылар кентінде біздің достарымыз тұрады, қазір осы қар еріп отыр, жолдың жағдайы не болады? Маңызды сұрақ, әрине бүгінгі таңда коммуналдық қызметкерлер мамандарын бақылауда, бұл сұрақты әрдайым әкімшілікке жағдайды айтып тұрады. Сонымен қатар бізді өз тарапынан бұл сұрақты қадағалап отырмыз. Бүгінгі таңда ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Петропавл қалалық мәслихатының 6-шы шақырылымдағы депутаты Данияр Уалиев қоғамдағы қандай іс-шара болсын белсенділік танытады. Қайырымдылық жобаларына қатысып, қарттардың алғысына бөленіп келеді. Одан басқа да өз жеке мәселелерімен келеді. Ол кезде әрине өз тарапынан да көмек жасайсыз. Мысалға алатын болсақ, балаларына не болмаса да мынандай айтады ғой, бірінші қаражаттық не болмаса да бір продуктовый помощь дейміз ғой, сондай жасалынады. Тағда мерекелерде біз қарт адамдарды, ұлы отан соғысқа қатысқан біздің аталарымызды, әжелерімізді ұмытпаймыз. Сол реті келіп жатса, өз қолымыздан көмегімізді береміз. Сын әрдайым болып тұрады ғой, ол бір жағынан жақсы да, артынды тартып отыруға, жаған жиып отыруға деген сияқты, біліп отыруға қай салада қандай. Негізі әрине біздің көретіміз ол тек қана мұздың беті ғана қой, ал сол жаңағы айсбергтің астында болып жатқан нәрсені біз әрине көрмейміз. Негізі бұл депутаттардың жұмысы өте күрделі. Себебі ол өзі атынан емес, халықтың атынан сөйлейді, күрделі мәселелерді шешеді. Соны мысалға ақпараттық СМИ дейміз ғой, сол жағында көрсетсем, мысалға сол жасап жатқан, тек қана жасамай жатқан емес, жасап жатқан мүмкін халықтың да көзқарасы ауысар ма еді. Жалпы әрине сын ол әрдайым болып тұрады. Негізі бізді мысалы қала деңгейінде ақырында болсақ, өзіміздің шамамыз келгенше барымызбен, білімімізбен сол жасап жатырмыз дегенмен. Енді қалалық деңгейдегі депутаттар жалақы алмайды мысалға. Бұл бір қоғамдық жұмыс тарапын сияқты ғой. Көп ойлайды, әрине жаңа айтқандай көп ойлайды, депутаттар қала деңгейі болсын, облыс деңгейі болсын жалақы алады деп, сол жалақыны алып отырып жұмысамайды. Жоқ, ондай емес. Біз өзіміздің жұмысымыз бар, өзіміздің жанұямыз бар, жеке сұрақтарымыз бар. Сонымен қатар осы қалалық халықтың сұрақтарында көтеріп жүру керек. Депутат болу көп ойлайды, бір үшін мәртебе. Негізі ол
әрбір адамның осы депутат болып отырған ол халыққа қызмет етем деген бір ішіндегі қалай айтса бір бағыты, бір мақсаты бар ғой. Сондай адамдар ғана енді осындай жұмысты көтеріп жүре алады. Мысалға республикалық деңгейде мәжілісте депутат болатын болсақ, әрине біраз нәрседе жұмыс атқару болады. Енді мен білім саласында болғасын 10 жылдан артық осы білім саласында жұмыс істеп жатырмын. Менің көтеретін сұрақтарымның бірі, ең бірінші, ол мұғалім мәртебесі болар еді. Себебі мен өзім ұстаздар жанұясында өмір сүрдім, өстім. Ата-анама деген құрметті көрдім, ұстазға деген құрметті көрдім. Қазіргі таңда өкінішке орай ұстаздардың мәртебесі мүлдем жоқ деуге болады. Анау халықтың арасында мысалы, соның ең басты көтеретін сұрақтардың бірі осы ұстаздарға мектепте жұмыс істеуге ыңғайлы жағдай жасау, мәртебесін көтеру. Егер біз білімді дұрыстасақ, бүгін ертең Қазақстан болашағы осыда. Сондықтан бүкіл өзімнің білімімді, өзімнің көңілімді осы білім саласына жұмсар едім. Алдағы жоспарға келетін болсақ, бізде енді критерий дейміз, енді не бар халыққа пайдалы қызмет ету. Ол жаңағы егер осы халық келген сұрақтарын шешіп жатса, өзімізді бір мәртебеміз көтеріліп, өзімізді риза болып қаламыз. Себебі бір әйтеуір сұрақ шешілді, бір жақсы жаққа дегенде. Осындай сұрақтар бойынша, яғни халықтың жаңағы күнделікті өміріндегі болып жатқан сұрақтарды шешу. Не бары көбірек болса, мысалға, жалпы енді депутат болғасын, көптеген біз іс-шараларға қатысамыз, бір комиссия құрамында боламыз. Және осының бәрі әрине бір пайдасын одан ары асыру, себебі біз 5 жылға сайланамыз, осы 5 жылдың ішінде барынша шамамыз жеткенше қызмет ету. Уақытының тығыздығына қарамастан, әр уақытта өз сайлаушыларының мұң-мұқтажына қолынан келген көмегін береді. Данияр Серікұлы бүгіндері Петропавл қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі директорының орынбасар қызметін үлкен жауапкершілікпен атқаруда. Батыстың ірі оқу орындарында білімін жетілдіріп, одан алған іс тәжірибесімен өзі білім беретін оқу орнындағы жастармен бөлісуден жалыққан емес. Әр уақытта ізденіс жолында. Данияр Серіковичпен осы мектепті ашылғаннан бері жұмыс істеп жатырмыз. Осы 3 жылдың ішінде Данияр Серіковичті жақсы қырларын таныдым. Біріншіден әрине ол іскер, өзінің маманы деп айтуға болады. Біздің 21-ші ғасырға сай қасиеттері бар. Жаңалыққа, инновацияға ашық. Әрдайым сол инновацияны зерттеп, оны практикаға енгізуге тырысатын адам. Онымен қатар өте жақсы қарым-қатынас жасайды. Өзінің ұжымымен болсын, шеттен, сырттан келетін әріптестерімізбен де. Осы біздің Назарбаев зияткерлік мектебінде негізі бізде бір бағыт бар. Біздің тәжірибемізді тарату деген соның ұшын ұстап отырған маманның бірі. Біздің мектебіміздің ұжымымыздың тәжірибесімен, жалпы облыспен және республикамен бөлісіп жатқан, ұйымдастырып жатқан адамның бірі. Өзі сапалы жұмыс істейді. Енді екінші жағынан ол жақсы әке деп айтуға болады. Екі ұлды тәрбиелеп отыр. Петропавл қалалық мәслихатының депутаты Данияр Серікұлы Уәлиевтің адал қызметі қоғамға үлгі болары сөзсіз. Жас та болса халықтың құрметіне бөленіп жүрген бүгінгі кейіпкеріміз алдағы уақытта да еліне қалтықсыз қызмет ететініне сеніміміз зор.